Ал құрметті қазақ елі, осы тағы Маралдының әңгімесімен, мына Сам Продакшн алтын қазушылардың сол әңгімесімен осында халық жиналып жатыр. Біз енді оның ешқандай оған ненет отырғанымыз жоқ. Уже шамамызда жетпей жатыр, ешкім тыңдамай жатыр. Енді қазір соны енді бізді Байтақ партиясына көмегі бола ма деп, осы ауылдың көпшілігі сол партияға өтіп, 30-дай кісі өтіп, сон бүгін енді вручение болады деп, ауылдың клубына вручение жасамақшы болған. Сол енді сол клубты мына жоғары жақтан бердірмей отыр. Сол клубтың қалай кезінде, тоқырау кезінде қалай қалған, өз ауылдың кісілері аман алып қалған, басқа жақтың клубтардың бәрі мал қорап қалған. Сонда өзіміз алып қалғанбыз. Сол клубымызға өзіміз кіре алмай отырмыз. Міне енді сол вручениені міне далада, бұтаның түбінде, тоғайда вручение жасайық деп отыр. Қалған кісілерде қазір сол партияға өткей жатыр. Енді барлық министрлерге де, басқа партияларға да бәріне көмек сұрадық, ешкімнен көмек жоқ. Енді тағы да айтайын деген, мына зауыттарлардың жұмыстары әлден уже басынып бара жатыр. Алдымызды жауып жатыр. Мына даладағы шабындықты, жолды ерті көктемнен бастап үлкен тракторлермен бір жерден жол болмай қалса екінші жерге салып, түгел шабындықтың бәрін калия қыпсады. Одан кейін бұрынғы совхоз кезінде засыпка жасап, мына Алтай ауылына шығатын жолды таудың тасымен засыпка жасап жөндеген. Соны көктемнен бастап, ерте көктемнен бастап, соның бетін қырып, астын миын шығарды да, енді сол Алтайға да жол жоқ. Енді қазір енді кімге жалынатынымызды білмейміз. Шамамыз жоқ, халық ашулы. Жастарды әрең тоқтатып отырмыз. Мынанша жастар жиналып отыр. Үстіне шығамыз, қырамыз, жойымыз дейді. Енді соларды міне үлкен кісілер бәрі әрең тоқтатып отырмыз. Не істеріміз білмейміз. Не бүгін әкімі де жоқ, ешкім жоқ. Енді ана жерге амандарды апарып қойып, енді сондормен соғысу керек пе, басқа шара алған жоқ істейтін. Сол, енді қазақ елі тыңдап отырған шығар, жоғары жақтарында осы сөзін тыңдайтын шығар, біреу құлақ асса деймін, ойлаймын. Рахмет. Алтайдың міне топырағын, қара топырақты көрдім бәрін. Қай жақтан келіп үшіндір сенді? Өскеменнен дейін. Басқа жерде жұмыс табылмай ма сонда? Мына халықты чулатып не болды жігіттер? Қай жерде ақша деген соң барамыз. Қай жерде ақша? Сонда мына жағдайды естіп отырсыңдар ғой. Халықты улағай отырған осындай жердің бәрін неге ойран топырын шығардыңдар? Ақша бәрімізге керек қой, бәріне. Бірақ та талай жігіттер кетіп қалды ғой.